Қайырлы ақшамлар, эфирде заман бүгін февральнан 22 студияда сіздерімен Шевкет Аматулаев. Селямлайым. Киевнан мұстақылық мейданында Қырымда бір кішілік наразылықлар башлатқан сервер Караметов наразылық акциясына кешірді. Ол президентнен Курушев кешірмеге ве ярмадаға Қырым татар мұхтариеті статусы берілмесіні талап етті. Мейданда ол бір қач саат болынды. Здесь вот на этом площади меня лично, я здесь в 2013 году был на Майдане, и лично мне он говорил, что обязательно это будет Крым автономный. Но кроме этого он уже 4 года вообще ничего абсолютно не делает. И не хотят, по-моему, делать. Вот за это я приехал с Крыма. Сереверағанын бұл бірінші наразылық акциясы дегел кешкен сені оқырымнан юқары Рус махкемесі оғыны Путин балаларымыз террорист дегіл язылы шиярынен шыққан еді. Бұл işgalчилер кешірген репрессияларына жевап еді. О вақыт Русия полис хадемлері оны серт шекілде яқала полис арабасына отыртып алып кетті. Махкеме ona 10 күнлік апыз жезасы ве 10 000 рублей пара жезасына белгіледі. Мало, да? Да ничего никуда не пойдет. Да никуда не пойдет. Никуда. Не трогайте человека. Не пойдет. Чего вы старика дергаете? Больной человек. Чего вы трогаете больного? Что ты что? Больной человек, это не видите? Отпусти меня. Отпусти меня. А что, чего забираете вы? Русияның таққат комитеті вежей қашқа олымы себебінден жинай дава башлатмаға разы олмады. Бұны даваны башлатмаға талап еткен Русиялы адвокат Николай Полозов білдірді. Айтқанына көре бұл қарарыны шикает етежек. Если нам предоставят эту возможность в соответствии с законом, естественно, мы ознакомимся с тем, что содержится в них, и уже тогда будем мотивированно обжаловать это возбуждение дела и настаивать на его возбуждении, потому что и родные виджи, и я убеждены, что это не какой-то несчастный случай, а абсолютно целенаправленно совершенное преступление. Виджей қашқа ноябрынан 23-нде вефат етті. Бұқын işgalчилер Бекир Дегерменжи Асан Чапух Кязи Маметов и Руслан Трубачына яқалады. Полозовны айтқанына көре, Виджей қашқаның ақырабасы Эминки о юрек хасталығандан дегелді Русия силялы құбетлер қадемлерінің әрекеті нәтижесінде вефат етті. Қырымнан юқары Рус махкемесі Рустем Трошның махкеме давасына февральнан 26-сына қалдырды. Октябрның 14-нде бір кішілік наразылықта иштирак еткені үшін işgalчилер ona 10 000 рублей пара жезасына берді. Окуны бір кішілік наразылыққа 100-ден зиеде Қырым татары шыққан еді. Олар тамыр халыққа қаршы репрессиялар тоқтатылмасы талабынен язулы шиярлар тұтайды. Işgalчилер бұны қанунсыз митинг оларақ танып 80 инсанға 10-дан 15 000 рублейге қадар пара жезаларына белгіледі. В ходе разбирательства возникли некоторые несоответствия фактических обстоятельств дела тому, что было отражено в материалах. Соответственно, судья отложила рассмотрение до 26 числа на 15:00 и будут вызваны в суд еще свидетели. Помимо участкового, который составлял протокол об административном правонарушении, еще будут вызваны работники ОГРУ. Қырымның işgalчы акимиеті Қырым татарларға қаршы шыққа. Amnesty International тешкілятының мәліметіне көре, Ярмадада Русия құқық қорғаушылары Милли Меджлисіне ясақ етті. Сөз сербестілігіні сыңырлай ве Қырым татарларының евлеріне ұжым ете. Олар қанунсыз силя, наркотик ве экстремист әбиятыны қыдыра екен. Ақ қорғаушыларының диққатыны Мирусин Кукунын давасы желп етті. ФСБ оны террор тешкілятында иштирак етмесінде қабатлай. Мирусин Куку 25 жылға қадар азатлықтан марум етіле біле. Amnesty International Емінке Будава сақты мәлімат есасында уйдырылды. Працівник ФСБ приходив до нього і вимагав співпраці. Тобто він говорив про те, що він звертався до Еміра Хусейна і говорив, що давайте будеш розказувати мені, що відбувається всередині кримсько-татарського ком'юніті, і працювати на нас. Емір Хусейн відмовився. Коли Еміра Хусейна вже було арештовано, сталося ще гірше. Цей же працівник ФСБ прийшов до його 9-річного сина в школу.
Қырмыжғали күнделігінің левхаларына көстермеге девам етеміз. 22 февраль күні Ялтада Евромайдан акциясы ақиярда есе Беркут қадимлеріне қаршылайлар. Ленин мейданында Қырым самооборонасына язылалар ве Ленин абидесіне құрчалайлар. Кереште есе Евромайданға қол тұтқанларының митингіне ұжым етілді. Қырым 2014 февраль 22 күні насыл еді. Келініс хатырлайық. Пример государственного переворота. Вчера я имел разговор с президентом России Путиным. Я никуда не собираюсь уезжать в страну. Давай, колен! Но мы обязаны защищать, а это в этом человеке. А вы Севастопольская рота милиции особого назначения «Беркут» задачу по охране общественного порядка в городе-герое Киеве выполнила полностью. Кто готов отстаивать интересы Крыма и крымчан, не допустить в Крыму радикальных настроений, подходите сюда, мы ждем сегодня все. Мужчины, возраст до 50 лет, адекватные, трезвые. Наша главная цель сегодня... Почему нам не сделают референдум? И не спросят у каждого, кто хочет не остаться. Русия Қырымны ишғал етіп, Денис қанунны бозғаны үшін Бірлескен Девлетлерінің Акимлік Махкемесінде жауап бережек. Махкеме олған зарарының миқдарını белгілемек керек. Бұны Украина тыш ішлер назирі Павло Климкин айтты. Украина кетірілген зарар миқдарını айтмай, чүнки Русия қанун бозылуыны девам ете. Украина Махкемеге мискюр меморандумны базар ертесі күні берді. Оскільки Росія продовжує порушувати права України, відповідно, Росія за це заплатить. Суму визначить арбітраж, сума буде дуже значною, оскільки це стосується порушень прав України і в Чорному морі, і в Азовському морі, і в Керченській протоці. Ең аз 250 кіші иляк олды, олар арасында 60 бала. Бұне берабер 1,5 мың инсан яраланды. Дамаск живарындаки Шарқи Гутада олған исиян жыларыны асатынан арбилері 4-ші күн ұжым ете. Дүния топлылығы иәліге қаршы атеш açılmasını тақбих етті. Шарқи Гутадаки кергін вазиеттен себеп бүгін Бірлескен Миллетлерінің Қапсызлық шурасы топлаша біле. НАТО баш кәтібі Дамаск живарындаки женкіні тоқтатмаға чағырды. Бірлескен Миллетлерінің ел башысы дейке бұл топырақ жейіннемге чевірілді. Бүгін Русия Суриядеки вазиетіні кергінлешмесіні Бірлескен Миллетлер парламент ассамблеясында бақмаға теклиф ете. Русия Асаднан режиміне қол тұта. Алмания канцлері Ангела Меркель де Авропа лидерлеріне мұражат етті. О Суриядегі қан токілмесіні тоқтатмақ үшін әрекет етмеге талап етті. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen geht es wahrscheinlich auch so wie mir. Зараз ми бачимо жахливі події у Сирії. Боротьбу режиму не з терористами, а проти власного народу. Вбивають дітей, руйнують лікарні. Це все різанина, яка заслуговує на осуд. Ми, як європейці, маємо покласти їй край.
Ярын февраль 23 күні Киевде Номан Челбиджиханға бағышланған милли күреш ярышы өткерілеже. Күреш федерациясы соңки кере ярышны 4 ел евел Қырымда кешірген еді. Бұл жұма күні 100-ге яқын күрешші иштирак етежек. Эксереті Қырым ве Херсон вилаетінден келді. Мерасим Киевдеки Политехник институтының спорт бинасында саат 11-де башланacak. Böyle Kırım beraberlikte olmak için böyle söylemek kolay. Ama da yapmak, hepsimiz cemaatle beraber toplaşmak, birbirimizi kucaklaşmak, hepsimizin destek etmek, böyle yapmak, hareket yapmak gerek. Onun için ben isteyeyim sizin hepsilerinizin evden çıkarmağa, imada kemege, Kiyevski Politexniski Üniversitesi'ne kelseniz, hepsimizin birbirimizi yüzümüzün koruyuk, bakayık özümüzge, destekimizin duysunlar bu Kırım Tatar balalar, bizim kureşçilerimiz, Kırım'dan kelgen balacıklarımız. Bu saatқа hazır olған соңки хаберіміз еді эфиріміздің ақшам программасы девам етемені. Сіздерінен нефбетеки яйынызға қадар сауықлашам. Көрішкенже.